тілім, ана тілім, Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім, қастерлейді ол қызың мәңгі сені, болашағым бақытым дара тілім, тіл сарқылмас қазына, ата-бабамыздың көзі, мұрасы, ал мақал сөздің азығы, тәрбие көзі. Мақал ауыз әдебиетінің ең байырғы, ең көне түрі. Ол ғасырлар бойы халықтың оқыпты сақтап келген еңбек тәжірибесінің жиыны, ой пікірінің түйіні, аңсаған асыл арманның арнасы, атадан балаға қалдырып келе жатқан тозбайтын, тот баспайтын өмірлік өшпес мұрасы. Сөздің көркін мақал деген аталы сөз бар. Мақалдың көмегімен айтайын дегеніңді ұтымды да ұнамды жеткізуге болады. Мақал мәтелді көп біліп, көп қолданатын адамдардың білімі де, ақылы да арта түседі. Ендеше ақылы мен білімі бәске келіп отырған 2-ші сынып оқушыларын мақал сайысына шақырамыз. Сайыс ережесімен таныстырып өтейік. Сайыс 3 кезеңнен тұрады. Құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгінгідей тамаша күнде өнер алды қызыл тіл, ой толғаған сырлы тіл, сарайын ашып сырын біл деген отырған кез келген шындықты қимыл қозғалыс үстінде құбылта, құлпырта көрсете алатын сөз өнері десек, өнердің ең қадірлісі, ең күрделісі сөз өнері, тіл өнері сайысына қош келдіңіздер. Олай болса, сайыстың аты сайыс демекші, оқушыларымызға әділ бағасын беретін қазылар алқасымен таныс болайық. Нұрымбетова Ақмарал Асанбековна, Ақтыбаева Гүлнар Мұсақызы, Тоқтамбаева Айгүл Әбдімомынқызы, Құдайберген Айгүл Асанханқызы. Сынып оқырсың тәйірек бағым, уақытты қадірі, әдемі сағат таңдайсың, көресің, ұстап әрқайсысын, 10 сағат сатып алсаң да, уақытты сатып алмайсың. Ойлама бәрін білем деп, шалқытта өмір сүрем деп, уақыттың алтын қазынан сау керек өлем деп. Айбының асып тұрса да, байлығын тасап тұрса да, жас көп мәңгі жүрмейсің, мәңгілікке өмір сүрмейсің. Қазаққа қарап таң қалам, Құдайын ойға алмаған, уақыттың босқа кетір өздеріңіз алдаған. Жақсылық қыл, қайыр қыл, ажалың жетсе дайын жүр. Уақыттың бітпей тұрғанда иманың үшін уайым қыл. Мейірімі түсіп Құдайдың, болсыншы ұзақ жыл ай күн. Уақытты босқа алсам, халқымнан кешірім сұраймын. Үш сыныбынан менің сынып жетекшім Жанар Киданаева Жанар Кеулиханқызы. Мен Мұқағали Мұқадаев Сүлейменұлы ана деген өлеңді айтамын. Ана, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда құламағын. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан да жыламағын. Бармын ғой